Assalomu alaykum boy aka. Va alaykum assalom. Yo'lga o'shadim. Suv ichsak. Kir, to'rlik. O boy aka, buna suvingizga rahmat endi. Nazatlar ne bo'ldi bu nazatlar? Nezatlar buni? Мына алдарында тұрған көшпелілердің теріден жасалған ыдыстары. Мына қолында тұрған ыдыстың атауы торсық. Бұл мал терісінен жасалады. Мүйізді торсық деп айтылады. Мүйізді болуының ерекшелігі қымыз құйып, қанша сарқып қымызды құйғанда да мүйіз тұсында қымыз қалып қойып, келесі саумалға ашытқы ретінде қолданылады. Бұл 19 ғасырға тән қымыз, ағаштан жасалған қақпағы бар, ысталып тері баптау әдісімен жасалған қатай. Келесі бір теріден жасалған ыдыстың ерекше ыдыстың түрі көнек. Қазақта айтады, көнекке көнбеген бие оңбас, көптен ұзаған үй оңбас деп. Көнекпен сауылған мал, жылқы, бие мазасызданбай, сүт көп береді деп есептейді. Бұның арнайы шүмегі болады. Келесі бір теріден жасалған ерекше бір ыдыстардың бірі күбі, теріден жасалған күбі. Бұл енді сүттен жасалған бұйымдарды пісуге арналған, керегеге байлап қойып, қаншама қымыз, шұбаттарды құйып, көшпелі қазақтардың пайдасына өте жақсы бір дүние болған. Ал рұқсат болса бай aka тұрайық. Az amandasın. Al, Allah amandığın verip жақсы күндерде жолға берейік. Allah.